Әйел ерге ұсынып адаласын, ер әйелді бағым деп бағаласын. Отбасы мықты болса, отан мықты, аралап жүрген сөз ғой ел арасын. Әр ошақтың түтіні түзу шықса, бақытты байтақ отан бар алашым. Шалқар радиосының эфирінде өнегелі отбасы хабары. Ұлттық радио желігіне жаңадан қосылған барша тыңдармандарға қайырлы күн дейміз. Эфирде өнегелі отбасы хабары. Бағдарлама барысында дыбысты қадағалап сізбен бізді байланыстырып отыратын әріптесім Жадыра Сардарбекқызы, микрофон алдында Ақбота Қанайқызы. Бұқар жырау және қазақ отбасы бүгінгі бағдарламамыздың бас тақырыбы осындай. Ардақты ағайын, егерде бағдарлама барысында ой туындап жатса немесе қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, біздің 55-33-66 байланыс нөміріне хабарлассаңыздар болады. Студиямыздың бүгінгі қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза. Студиямызға қош келдіңіз, аға. Қош көрдік. Жалпы Омар аға бүгінгі отбасын құрған, үш жұптың бір ажырасып жатқаны бар. Баласын дүниеге әкеліп, әр жерге тастап кетіп, жетімдер үйге көбейіп жатқан жайы бар. 9 ай көтеріп, жарық дүниеге әкеліп, аялып әлпештеп өсірген ата-анасын ұл қыздары қариялар үйіне апарып тастап, қарттар үйі көбейіп жатқан жайы бар. Енді әрине бұның барлығы жанға батады. Ұлт үшін үлкен, өте ауыр қасірет осы жағдайлар болып отыр. Бұқар жырау мұраларына көз жүгіртсек, отбасы тәрбиесінің жалпы мәселелеріне байланысты ойлары осы жар таңдау, бала тәрбиелеу, отбасын құру сынды дүниелер оның жыр толғауларында толық қамтылған, иә. Қазақта сөз бар, баланың жақсы нағашыдан деген, иә. Халқымыз баланың анасының текті жерден болуын, тәрбиелі болуын қалаған. Осы тұрғыда Бұқар жырларындағы тектілік пен жар таңдау мәселесі қалай көрініс тапқан? Бұл жерде Бұқар Әкеңнің атақты толғауы бар. Сонда Бұқар Әкең айтады: жал құйрығы қаба деп жабыдан айғыр салмаңыз, қалың малы арзан деп жаман қатын алмаңыз. Жабыдан айғыр салсаңыз, жауға мінер ат тумас, жаман қатын алсаңыз, топқа кірер ұл тумас. Жаман қатын алғанын төсегіне жата алмай, төркініне бере алмай, тең құрбысы келгенде оңды жауап бере алмай, жалғанда қор болғаныңыз дейді. Сонда негізінен қарап отырсаңыздар, осы қазақ отбасының тарихын зерделеп қарап отырсақ, негізі қазақ отбасының негізгі мұраты топқа кіретін ұл туғызу екен. Яғни топқа кіргізетін ұл, оны суырылып сөйлейтін ұл дейді, сөз бастайтын ұл дейді. Қалай болғанда да қазақтың өлшемі, критерийі ел бастап, сөз бастап, елді алатын, жұртты меңгеретін, сондай бір кемеңгер ұл туғызу екен негізі мақсаты. Сондықтан осы тұрғыдан таңдайды екен жарды. Сонда Бұқар Әкең айтып отыр, көп адамдар қазіргі кезде біз бұл нәрселерді мүлдем ескерусіз қалдық. Өйткені әйелдің де өзінің жардың да құны болады. Қазақтың дүниетанымын қарап отырсаңыздар, кейбіреулер бұны цинизм деп ұғуы мүмкін. Ұятсыздық деп, өйткені шын мәнінде адамды тауарға теңеп отыр деп. Шын мәнінде қарап отырсаңыздар, Бұқар Әкең айтып отыр. Ол жаңағы жаман қатынның, яғни тексіз қатынның қалың мал арзан болады дейді. Соған қызығып дейді, алып қойма дейді. Неге? Өйткені мұратың орындалмай қалады. Өзінен артық, бір бала бар өзіне жете туады, бір бала бар өзіне көтінен кейін кете туады дейді ғой, бір бала бар өзінен өте туады дейді. Негізі қазақтың мақсаты айқын екен. Өзінен өте туатын бала туғызу. Ол үшін дейді, текті жерден қыз алу керек. Әлбетте текті жердің қызы қымбат тұрады дейді. Қалың малын көп беріп дейді, текті жер. Сонда қарап отырсаңыздар, осы ұғымдар бізге қазіргі кезде келе жатыр ақырындап. Негізінен біз қазіргі кезде көп осы мәселелерді айтып жүрміз және айта да береміз. Дәстүрге қайтып оралу арқылы біз қоғамның сапасын жақсартамыз. Текті қыз, қалың малы қымбат болса да, Санжар Керімбайға әкесі айтты дейді ғой, кезінде үйленген кезде, Шымкенттің бір қызын алған кезде, шешесі ойбай салып 90-шы жылдар ойбай мынау
қымбат жердің қызын алып өзіміз жаңағыдай қиындыққа ұшырау, сонда әкесі айтты дейді, балам дұрыс дедің, қазақта сөз бар, қатын мен қазанның қымбатын ал деген дейді. Сондықтан бұрыннан бар сөз ғой өзі. Сондан әр нәрсенің құны бар. Сол сияқты жақсы жардың да құны бар. Сондан қазақ айтады ғой, арзан нәрсенің жілігі татымайды дейді. Жалпы біз арзан деген сөзден қашуымыз керек. Қазіргі кезде мені шошытатыны, біздің қазақ осы қоғамда арзан деген дүкендер пайда болды. Бұл деген не? Бұл қазақ қоғамының талғамының тіптен төмендеу. Өйткені қазақ арзан деген сөзді ауызға алмауға тырысқан. Ол өте сондай бір құнсыз, негативті сөз қазақ қоғамында. Біз қазіргі кезде оны арзан деп, оны біз брендке айналдырғымыз келеді. Керісінше арзанға жүгіреміз. Иә, бұл өте қауіпті құбылыс. Сондықтан қазақ қашанда білген не нәрсе сапалы болса, ол қымбат тұрады. Сондан біз қазіргі кезде ата-аналары егер қызы текті болса, шынымен де құндап, не үшін ол қызды белгілі бір саудалау емес, ол жаңағы болашақ топқа кіретін ұл туатын қызын құнын білу, соны бағалау. Неге? Өйткені кез келген нәрсені қолда бар алтынның қадірі жоқ дейді ғой. Кез келген нәрсе қолжетімді болса, ол құнсыз, ол бағасыз болады деп Бұхарекең айтып отыр ғой. Сонда Бұхарекең бұл толғауында тағы бір мындай нәрсе айтады. Осы мен көп қыздарды көрдім, тұрмысқа шықпай қалған. Соның негізгі мотиві әке-шешемізге көмектесеміз деп шықпай қалдық дейді. Бұхарекең айтып отыр ғой, жаман қатын алғанын төркініне бере алмай дейді. Сонда негізінен жақсы қатын алсаңыз, ол осы өзінің ерін, өзінің отбасында риза қылады, және төркініне де бере алады екен. Сонда негізінен ақылды қыз дұрыс жерге тұрмысқа шықса, ол өзінің төркінінде қамтамасыз етеді деген сөз ғой. Төркініне бере алмай деген бір сөзден ақ көп нәрсені аңғаруға болады. Ал сонда қазіргі кезде көп біздің қыздарымыз, енді қазақтың қызы қашанда қамқоршы ғой. Ал қазақ өзі айтып отады, ол түтінге туады, қыз күтімге туады деп. Әке-шешесіне қарайлап көп қыздар тұрмысқа шықпай жатыр да. Бұл енді ақылсыздықтан шыққан іс негізі. Өйткені шын мәніндегі сен егер жалғыз өзің ғана әке-шешең көмектесетін болсаң, жақсы тұрмысқа шықсаң, лайықты ерге шықсаң, сен енді ерің екеуің төркініңе көмектесесің. Ертең балаларың болған кезде 10 балаң болса, 10 бала бұл үлкен бір шерік қолға, әскерге айналып, сен сондай әлеуеттік үлкен күшпен өзінің төркініне көмектесесің. Қазақ айтады ғой, желке ас болмайды, жиен ел болмайды дейді. Бірақ данышпан қазақ айтады, желке неге ас болмасын, майы болса, жиен неге ел болмасын, малы болса дейді. Сондықтан сол малды жиендер ертең нағаш жұртында қарық болатын Бұхарекең меңзеп отыр ғой. Сондықтан қазіргі кезде өзіңнің жаңағыдай шолақ ақылыңа салмай, кейіннен опық жегізетін адамды сан соқтыратын дәстүрге сүйену керек. Ал дәстүр айтып отыр, жақсы жерге тұрмысқа шықсан, төркініңе де бере аласың дейді қысқа шыққанда. Егер шынымен де сен әке-шешеңе жаның ашса, әке-шешемді мен асыраймын десең, өзіңді жаңағы 9 ай 10 күн көтерген, түнде шошып оянған, мұздай бесікте оянған анаңның ризашылығын аламын десең, жақсы ерге шығып, соның ризашылығын алып, кейіннен сол жақсы әйел дәулетіне жөн келтіреді дейді. Сол дәулетіне жөн келтіріп, ол өзінің төркініне де жаңағыдай жетіп артылыпты көмектесетіндей жағдайға жету керек қой. Сонда қарасаңыздар, бір жол бар алыс, алыста болса жақын, бір жол бар жақын, жақында болса алыс деген нағыз осы ситуацияға айтылған деп ойлаймын. Ардақты ағайын, бүгінгі студиямыздың қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза. Бүгінгі тақырып бұқар жырау және қазақ отбасы деп аталады. Жалпы бұқар жыраудың жыр толғауларындағы отбасы мәселесі жайында айтып жатырмыз, және сондай-ақ мына Facebook және Instagram әлеуметтік желілерінде біз дәл қазір онлайн режимде отырмыз. Бізді тек қана тыңдап, естіп қана қоймай, сондай-ақ көре аласыздар. Керемет. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, әуе толқынына қосайық. Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар ма? Тыңдап отырмыз. Сауалыңыз бар ма? Омар мырзадан қазір қазақ отбасындағы отбасы мүшелерінің рөл туралы, өзінің рөлдері туралы қысқаша айтып өтсе, қазіргі кезде орындар ауысып кеткен сияқты, менің ойымша. Кейбір отбасыларды көреді сондай.
отбасы мүшелерін өзінде көрелі, отбасында қандай? Рахмет. Көп рахмет. Өте жақсы сұрақ. Жалпы мынау өзі қазақ айтады ғой, мал таппайтын еркек болмайды дейді, құрарын айт дейді, бала таппайтын қатын болмайды дейді, тұрарын айт дейді. Сондықтан негізінен 90 сөздің тобықтай түйіні, еркектің міндеті мал табу, қатынның міндеті бала табу. Егер біз осы қағидадан ауытқитын болсақ, онда шынымен де қазір көптеген қазақ отбасылары неге қиындыққа ұшырап отыр? Өйткені еркек мал таппай қойды. Өйткені совет үкіметі кезіндегі Ресей отаршылдығы осы қазақтың еркегін құртты, еркегінің бәсін түсірді, еркегінің еңсесін түсірді. Еркек еңсесі түссе, еркек төмендесе, ол мал таппай қояды. Оған қазіргі қазақ қатындары қосылды. Өйткені саясат қатындардың жағында болып, феминизм, әйел теңдігі деген сияқты жалған ұрандармен қазақ еркегінің өршіл, мал тапқыш рухын біз әбден түсірдік, әлсіреттік. Енді оның зардабын қазақтың отбасы көріп отыр, қазақтың қатыны көріп отыр. Неге? Өйткені еркек емес, қатын сияқты мал таппай қойды. Ал әйел ол қашанда өзінің отбасын жаңа қызғыштай қорғайды. Сондан ол баласын қорғау үшін, отбасын қорғау үшін қазіргі кезде базарға шығып кетті, әртүрлі ауыр жұмыстарды істеп жүр. Ал еркегі ол қарнын қасып диванда жатыр. Яғни ол паразиттік өмір сүріп жатыр. Неге? Ол неге дегенде, ол әлбетте сол тәрбиенің жемісі, дұрыс тәрбие бермеген. Сондықтан кез келген ұл бала дүниеге келген кезде қазақ бұрын кім туды дегенде мал табар туды деп айтқан ғой. Яғни баланы туғаннан бастап тәрбиелеген, ол сенің міндетің мал табу деп. Қыз бала дүниеге келген кезде ол 47 деген, яғни оның болашақ құнын айтқан, қалың малын. Сондан қазіргі кезде сондан оның жаңағы қазақ қатындарының өзі де көп кінәсі бар. Неге? Өйткені олар еркектік қасиеттерін жоюға тырысады. Неге? Өйткені еркектік қасиеті бар еркек ол қауіпті да, ол мінезі бар, ол басынан сөз асырмайтын, ұрып жіберуі де мүмкін. Сондан әйел адам алдап, арбап, неше түрлі методтарды пайдаланып еркегін төмендетуге тырысады. Өйткені қол бала қылғысы келеді, оны телпек қылғысы келеді. Бірақ кейіннен сол еркегінің сол қол бала қылған, телпек қылған еркегінен өзі жиіркеніп, оның бойынан бұрынғы өзі ғашық болған ешқандай қасиет таба алмай қалады. Сондан әрбір ақылды әйел, әрбір қазақтың ақылды әйелі, егер өзі аналық міндетін толық орындаймын десе, Құдайдың алдындағы міндетін орындаймын десе, еркегін көтеруге тиіс. Еркегіне тәңірдей табынуы керек. Бұл қазақтың жүйесі, бұл қара қазан қайнаса бәріміздің пайдамыз дегендей, егер осы ой дұрыс болса, онда қазақ отбасы берекелі күй кешеді. Сондан әйел адам ол еркектің алдынан иілгеннен ол қор болып қалмайды. Керісінше, әйел адам иілу арқылы, төмендеу арқылы ұтады. Барлық жағынан ұтады. Омар аға, мына қыз бала мен ұл баланың жалпы бала тәрбиесі жайында айтқан ойларына тоқталсақ Бұқар жыраудың. Мәселен, қызда қылық болмаса, құршырайдан не пайда дейді. Осы турасында айтып өтсеңіз. Бұл біз қазіргі кезде көбінесе қыз баланы сыртқы сұлулығына қарап бағалап жатырмыз ғой. Мысалы, қазіргі кезде бізде көбінесе мен жалпы түсінбеймін осы қазақтың тіршілігін қазіргі. Неге? Өйткені бұрын қазақ қызын сары майдай сақтап, жұрттың көзіне көрсетпеуге тырысқан. Қазір қазақ қызын бестен бел шықпай жатып экранға алып шығатын болды. Әлеуметтік желі бар, әртүрлі конкурстар бар. Бұл өте қате нәрсе. Неге? Өйткені шын мәніндегі қыздың өзі тәрбиесі, ол мұсылмандық тәрбиеде қыз бала ол жұрттың көзіне түсірмей, алтындай ардақтап, күмістей салмақтап оны сақтайды. Неге? Өйткені шын мәніндегі мұсылмандық түсінікте қыз бала жалпы мынау еркектің көзіне түсе берсе, немесе еркекке көзі түссе, оның ары кетеді, ұяты кетеді, қылығы азаяды деп түсінген сөз. Содан оны бөтен жерде қалдырмай, өз үйінде өсіріп, көзге түсірмеуге тырысқан. Енді қылық деген келетін болсақ, қылық дегеніміз ол адамның ішкі мінезі, ішкі жан дүниесі. Сондан
бұқар жау айтады ғой, қызда қылық болмаса құр шырайдан не пайда дейді. Ал қазіргі біздің бүкіл индустриямыз қыздың қылығына емес шырайына құрылған, сөзсіз бе? Конкурстар әртүрлі, қыз ол әдемі, оның үстіне жаңағы әртүрлі қазіргі кездегі технологиялар, макияждар, әдемілеу, қас жалғау, кірпік жалғау, құдай неше түрлі жаңа қыздың шырайын кетіретін. Бірақ бірде-бір технологияны мен көрмедім, қыздың қылығын жақсартатын, оған рухани тәрбие беретін, оған имани тәрбие беретін технологияларды мен көрмедім. Неге? Өйткені қоғамның сұранысы сондай. Кейіннен қоғам осы өзінің сыртқы сұранысын зардабын тартып жатыр. Сол жаңағы шырайына бола үйленген немесе алған қыз кейіннен сол өзінің барған жерінде опа таптырмай, жақсы келін бола алмай, шаңырағының ортасында түсіріп, баласын жетектеп, төркініне қайтып, ата-анасын да барған жерін де ұятқа қалдырып жатқаны бүгінгі күннің шындығына айналып отыр. Омар аға, бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, әуе толқынына қосайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз. Мынау тыңдап отырмын, сіздердің айтып жатырған сүйсініп тыңдап отырмын. Енді кейбір жерінде келісетін де жерім бар, келіспейтін де жерім бар. Манағы жерде айтты, не нәрседе қымбат болса, бағасы жоғары болса, ол қалай енді жақсы болады деген мақалды келтірді, иә. Мен бұл жерде қосылмаймын. Өйткені, мысалға, мен тілге тиек ете келейін, оңтүстік жағы міндетті түрде қыздарын бұлдайды. Мен өзім батыстың қызымын. Жарайды, енді бұлдағаннан кейін ол елдің салты деп қолынан келгенше тапқан таянғанын береді. Бірақ соны ескеріп жатқан, сол үйдің қызы енді келін болып түсті ғой басқа жерге. Соны осыншама әке-шешем сұраған екен, осыншама қалың малды. Бұлар енді салттан жығылмай тауып берген екен. Мен осыны әке-шешемді ұятқа қалдырмайын, келген жерімді ұятқа қалдырмайын деп жатқан қыз болса мейлі. Қазақ айтады, қыз ақылды ескермес, ан үлгісін көрмесе, ұл жарылқап ас бермес, ат үлгісін көрмесе дейді. Тек жалпылама еліміздің жағдайы осы екен, сұрау міндет екен деп сұрайды, бірақ оның ар жағында үлгі онша болып жатқан жоқ. Енді айтып отқан сөзіңіздің бәрінің жаны бар. Қазіргі кезде тәрбие өте төмендеп кетті. Манағы айтып отқан сөзіңіздің бәріне қосыламын. Тек әйтеуір конкурсқа қосудың жөні осы екен деп, баланы әлем-жәлем қылып киіндіріп, бет ауыздарын бояп шығарып жатады. Солардың барлығына жаным ашиды. Ертеңгі күні әлден боянған баланың жағдайы не болады ертеңгі күні? Сондықтан қазіргі жағдайда мына атадан қадір болса, анадан мейір болса, баладан қайыр күтуге болады дейді. Қандай қызда әлгі өзі болған қыз төркін танымайды деп бір өзі болып кеткен қыз болмаса, қандай қыз болса да ол ата-анасын бірінші жолға қояды. Келген жерін емес, төркін бірінші жолға қояды. Оған көзіміз жеткен, ол өмірімізде болған оқиға болғандықтан айтып отырмын. Сондықтан мына атаның қадірін арттыру керек. Қазіргі жағдайда ананың мейірін арттыру керек. Тек мынау радиодан емес, басқа жерлерде де осындай мәселелер көтерілсе деген тілегім бар. Көп рахмет хабарласқаныңызға. Батыс өңірінен хабарласқан екен енді. Әр елдің салты басқа дейді. Осыған не дер едіңіз? Бұл енді мындай бір мәселе бар. Бұл жерде енді мысалы саудагерлер, мысалы шариғатта былай болады. Егер мысалы сатушы өзінің товарын бағасын, өзінің сол товардың сапасынан, құнынан жоғары қоятын болса, ол харам болып есептеледі. Және ол жаңағы алдау болып есептеледі. Сондықтан мен өзім ойлаймын, баяғыда бір кісі қызын ұзатып жатқан кезде жаңағыдай бұл әзіл әңгіме, бірақ айтады ғой, қызын ұзатып жатып жылап отыр дейді ғой, қыздың шешесі сосын айтады дейді ғой, неге жылап отырсыз, неге қызыңыздың қиметі жоқ, мен күйеу боламды аяп отырмын деп айтады дейді. Қыздың сыры өзім мәлім ғой деп. Негізі сондай мен өзім ойлаймын, ол ата-ана ол өзінің жаңағыдай баласының құнын білу керек та өзі. Егер шынымен ол бұлдауға тұратын қыз болса, оны бұлдау керек. А егер шынымен ол болады ғой, балалар әртүрлі болады мысалы. Сондан ол осы жағдайда айтылған ғой, бұрын қазақ ол шын мәнінде текті жердің қызы, ол қымбат тұрған, ол енді оған дау тудырмайтын нәрсе. Бірақ екінші бір мәселе бар, кейбір сондай бір өте текті жердің қыздарын, мындай да бір вариант кездеседі. Теңін тапса тегін бер дейді. Мысалы, небір айтулы батырлар, билер, небір ғұлама ишандар, сол есігінде жүрген
адалдығымен, тақуалығымен, бірақ үрерге иті жоқ, сығарға биті жоқ, сондай жарлы жігітке де қызын берген жағдайлар кездеседі. Неге? Өйткені бұл жерде негізгі принцип бұл балалардың бақытты болу. Балалар бақытты болу үшін негізгі теңдік мәселесі бірінші орынға шығу керек. Теңдік дегеніміз ол мал теңдік емес, ол әлеуметтік теңдік емес. Теңдік дегеніміз ол екі жастың рухани теңдігі. Оның терезесі тең болуы, олардың рухани жақындығы, көңілін мал ол келеді. Неге? Өйткені бас екеу болмай, мал екеу болмайды дейді. Бірақ егер рухани тапшы болса, қыздың жан дүниесі, немесе еркектің дүниесі рухани тапшы болса, ол өмір бойы олқылық болады, және ондай әйел дейді, ол жетім әйел болып есептеледі дейді. Малы бар, бала да таптырған, бірақ жетімді неге? Өйткені Шал ақын айтады ғой, санай берсең жетімді 70 болар, соның ішінде нағыз 3 жетім бар дейді. Ат жетім өрен жүйрік шабылмаса, құс жетім саяш шабылмаса, бәрінен де болады екен әйел жетім өзін теңін тауып қосылмаса дейді. Сондықтан бұл жердегі жаңағы апамыз дұрыс айтып отыр. Ол мәселе қалың малды емес. Мәселе теңдік мәселесі. Тең-теңімен, тезек қабымен. Інжуге маржан орнатқанда екі тектіні қосып, мұрат не? Сол екі тектіден жақсы топқа кіретін ұл туғызу, қылықты қыз туғызу. Неге? Өйткені ұлықты қыз ертең еліңнің ұлығы, қылықты қыз еліңнің ары. Біздің негізгі параметрлеріміз осындай болу керек деп ойлаймын. Омар аға, бізге тағы бір хабарласқан тыңдаушы бар екен. Алло. Сәлеметсіз бе аға? Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз аға. Желебай деген атаң Ақтөбеден хабарласып тұр. Мына сендердің өте жақсы. Тоғылықты тыңдаушысының біремін. Мына хабарларымды тыңдап отырып, бір риза болып отырмын мына Омарға. Ал енді менің де бір пікірім, жаңа қыз қылығы туралы, осы жаңағы отбасының бұзылуы туралы бір жақсы мәселе нелерді жаңа айтып жатсыңдар. Ал енді бұрынғы негізі мына қыздар үйленгенде, мына келін болып түскенде, мына семьяның татулығы мына екі шешеге байланысты, екі құдағайға байланысты. Сол екі құдағай тату болса, мына үйленген жаңа баласы мен қызы да тату болады, екі жаққа сенімді болады. Бұрынғы қазақ аталарымыз айтып кеткен ғой. Жаңа құда түсі болады ғой бұрын. Мына аяғын көрді асын іш, анасын көрсе қызын ал деген мақал бар. Сонда көбіне де жаңағы қыздың тәрбиесі мына анаға байланысты. Ана қызына қандай тәрбие береді, бағын жерінде де сол алған тәрбиесін сол үйдің жаңағы жағдайына қарап, сол өзінің ақылына салып ойлап, сол семьяның бірлігін, татулығын ұстап, жаңа келін болатын келіндер көп қазір өмірде көріп те жүрміз. Бірақ бір келеңсіз жағдайларда көп болып жатады. Енді соның бірі жаңа тәрбиеден. Бірінші, қазір енді мына жағдайға байланысты көп аналар мына базарда жүр. Бала тәрбиелесі, ана қызы тәрбиесіздің жөнінде қалды. Енді мысалы ауылдан мына қалаға оқуға келіп жатыр. Жаңа қарыздар қалғаланып, малын сатып оқытады. О қыз мына жақта не істеп жүр, неғып жүр. Онымен ешкімнің жұмысы жоқ. Соны жаңа ауылдан келген қыз мына қаладағы нелерді көріп еліктейді де, кішкене жаңағы мінез құлқы өзгере бастайды. Сондықтан да менің жаңа айтайын дегенім, ең бірінші мына қыз мына тұрмысқа шыққанда, ең бірінші семьяның татулығы, бірлігі, жаңа екі жақтың жаңа құдағайға байланысты. Екі құдағай жаңа дұрыс тәрбие берсе, ана отбасы да жақсы. Көп рахмет хабарласқаныңызға. Үлгілі семья болады. Рахмет. Түсіндік ойыңызды, пікіріңізді жалпы рахмет дейміз. Бұқар жырау бабамыз тағы да қыз балаға қатысты айтады екен, ұрғашының жаманы өсек дүкен құрғаны. Құдайының ұрғаны, өсекпенен ғайбатты, зинаменен ұрлықтан, бұрынғы өткен жақсылар онан да жаман десті дейді. Сондай-ақ ұл тәрбиесіне қатысты Бұқар жырау бабамыз жарлы болғанын қаламай, жігіттің жарлы болған жігіттен бесіктегі бала артық, есіктегі ит артық. Рас айтасыз. Енді мұндай бір мәселе отыр. Жалпы мынау осы Бұқар екеуің туралы айтқан кезде, жалпы кімге не жарасады деген әңгімеден бастауымыз керек. Кімге не жарасады мысалы. Мысалы, негізі өмірдің өзі
бұл жарасымнан тұрады, үйлесімнен тұрады. Үйлесім бұзылған кезде қоғам бұзыла бастайды. Сонда Бұхарекең айтады, кімге не жарасады дегенде Бұхарекең айтады, ер жігітке жарасар қолындағы найзасы, келіншекке жарасар емшектегі баласы, би жігітке жарасар халқына теген пайдасы, ақсақалға жарасар тілеуқорлық айласы, бәйбішеге жарасар еміздік деген сабасы. Бұл заманда не заман? Ағайынның не жаман дейді. Ағайынның аласы дейді. Сонда қарасаңыздар, бізде қазір осы қоғамды ұстап тұрған осы жарасымдар бар ма деген сұрақ туындайды. Шынымен де бірінші осы жалпы қоғам түзелу үшін ақсақалдық институт қалпына келтіру керек. Мысалы айтып ғой, азар елдің белгісі ақсақалы күлкісі дейді. Бізде қазір шынымен де қазақ қоғамында ақсақалдар кез келген адам ақсақалдың сақалынан алып жатыр. Оны күлкіге айналдырып жатыр. Ой, қазақта ақсақал бар ма? Қазір жоқ қой деп жаңағыдай неше түрлі жаман сөздер айтады да. Сондан жоқ екен деп саған жақсыны ешкім тауып бермейді ғой. Сонда біз қазіргі кезде сол егер ел боламыз десек, бұл Бұхарекеңнің де үлгісі, ақсақалдар бір ауылдан ақсақалды сайлап, сол ақсақалға бағынып, бір ауылдың ішінен сондай бір қауымның, бір әулеттің ішінен, егер қала болатын болса, бір квартал дейді ғой, бір орам, өзбектер махалла дейді. Енді біз қазір қалалық жағдайға көштік. Бір мысалы көшеден сол жер ақсақалын сайлап, соған бағынып, телмен тентегін тыйып, ажырасқан қайта қосып, басу айтып, отбасының шырқы бұзылса төрелік айтатын ақсақалдарды біз қалпына келтіруіміз ел боламыз десек. Өйткені Бұхарекең өте қатты айтып отыр, ақсақалға жарасар тілеуқорлық айласы дейді. Негізі ақсақал қандай болу керек деген кезде, ақсақал ол сақалы бар адам ол ақсақал болмайды. Жас үлкенде ақсақал болмайды. Өйткені баяда бір үлкен би бір ауылға келіп, бір баладан сұрап дейді, бала қозы бағып жүр екен дейді. Айналайын, ауылының сақалдысы кім дегенде, теке деп айтты дейді. Анау зәрі ұшып кетті, анау ашуланды дейді. Әй, мен не айтып отырсың, сен мен үлкенін айтып отырмын дейді. Үлкені кім ауылың дегенде, үлкен түйе деп айтты дейді. Әй, өзің тілмен жағыңа сүйенген бала екенсің, тіліңді кесейін бе дегенде, бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ, кессеңіз міне тілім деп айтты дейді. Сонда бұл бала, кішкентай 9 жасар бала нені айтып отыр? Ақсақалдық ол сақалмен де өлшенбейді. Ол адамның жасымен де өлшенбейді деп отыр. Сонда ақсақалдық немен өлшенеді дегенде, ақсақалдық елдің қамын ойлаумен өлшенеді. Тілеуқорлық айласы дейді. Міне сондықтан қазіргі кезде біздің бұрынғы қазақтың ақсақалдық деңгейге қалай жеткенде 63 жасқа пайғамбар жасына келген кезде, ал енді біз пайғамбар жасына келдік, көрерімізді көрдік, асарымызды асадық, жейтімізді жедік, енді біз төрімізден көріміз жақын, енді біз нәпсімізді тыйып, балалармен дүние үшін араласпайық, таласпайық, билік үшін таласпайық, енді біз бірақ жағдайды ойлайық, біз мынау елдің қамын ойлайық деп бәтуа аласады екен. Енді дүниенің сөзін доғырайық деп бәтуа аласады екен. Сондан біз сол ақсақалға не жарасады дегенде, сол тілеуқор деген сөздің өз мағынасы керемет сөз. Қор деген сөз бір нәрсеге шексіз берілген адамды қор дейді. Мысалы еңбекқор, еңбекке шексіз берілген. Нашақор деген сөз өте жаман мағынада, нашасыз өмір сүре алмайтын адам. Сонда ақсақалды кім деген сөз, елдің қамын ойламаса өмір сүре алмайтын адам. Бүкіл өмірін елдің қамын ойлаған, елдің тілеуі тек қана елдің үстіндегі адамды ғана біз ақсақал деп айтсақ болады. Сондан қазіргі кезде біз осындай, қазір осы радио қаншама ақсақалдар хабарласып жатыр. Олар не? Олар өзінің отбасында ғана несі жүреді, әлеуеті жүреді. Сол ақсақалдарда қаншама ел іші қазына ғой енді. Бұхарекең айтады ғой, қариясы кімнің бар болса жазып қойған хат болар деді. Мен бек сенімдімін, өйткені жыланды 3 кессеңде кесір келіп қауқара қалады дейді. Қазақтың ақсақалдары құрып кетпегеніне мен сенімдім. Оларды тауып мынау солардың билігіне біз жүгінуіміз керек. Қазіргі біздің елбасымыздың осы рухани жаңғыруды айтып отқан осы қазақтың дәстүрін жаңғырту керек те. Неге? Өйткені бізге ешкім сырттан ешкім өзімізге дәстүр әкеліп бермейді. Мыңдаған жылдар бойы өзінің әлеуетін, өзінің ақиқатын дәлелдеген қазақтың ақсақалдық институтын біз қалпына келтіруіміз керек деп ойлаймын. Әйел ерге ұсынып адаласын, ер әйелді бағым деп бағаласын,
Отбасы мықты болса, отан мықты. Аралап жүрген сөз ғой ел арасын. Әр ошақтың түтіні түзу шықса, бақытты байтақ отан бар алашым. Шалқар радиосының эфирінде өнегелі отбасы хабары. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан тыңдаушылардың баршасына тағы да қайырлы күн дейміз. Эфирде өнегелі отбасы хабары. Студиямыздың бүгінгі қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза. Бүгінгі тақырып Бұқар жырау және қазақ отбасы, яғни Бұқар жыраудың шығармаларындағы отбасы мәселесі жайында айтып жатырмыз. Бізге дәл осы сәтте хабарласып қалған тыңдаушымыз бар екен, әуе толқынына қосайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз. Мен Алматыдан хабарласып тұрмын. Өте жақсы, апа. Сауалыңыз бар ма? Пікір білдіресіз бе? Мен Алматыдан хабарласып тұрмын. Менің атым Бибисара, жасым 70-тен асқан анамын. Мына Омар мырзаға айтайын деп едім. Мына біздің Алматыда өнегесіз қыздар көбейді, Сейфуллин көшесінің бойында. Соларды ұстап алып келгенде бізде заң жоқ. Бұларды жазалайтын заң жоқ дейді да жібере салады. Милицияда ұстаған. Неге мына енді бүгін сенатымыз біздің жаңа құрам қабылдап жатыр. Соларға неге заң шығармайды? Тым болмаса баяғыда 70-ші жылдары Алматыда мынандай болатқан. Егер де мас болған біреу болса, общественностің несін нарушать еткен, 15 күнге қамап көше тазалатады. Соларды мына біздің Алматыда подземканы тазалайтын адам жоқ екен. Соларды 15 күнге қамап әйелдерді. Сондай жұмысқа шексе ғой заң шығарып. Кішкен тыйлар еді. Осы ауру Астанаға да барыпты. Мына біздің Сейфуллина көшесінде соны ауылдан келген ағалар клиент болып келеді. Соларды да жазаласа ұстап алып. Менің тілегім сол. Жаңағы айтады, Ақтөбеден бір кісі хабарлады, қызы кетеді, не істеп жүргенін білмейді, рас айтады. Ауылға барғанда қыздарын қайдасы фермада істеп жүр, ферма. Қайдағы ферма? Бәрісі көшеде жүреді. Соларды жазалау керек. Көп рахмет хабарласқаныңызға. Анасыз туған балалар тастаған солардан көбісі. Мәселе өзекті. Тура Астананың ортасында сонда ұятсыздық жасап жүреді. Рахмет көп хабарласқаныңызға. Омар мырзаға, бүгін біздің сенатымыз жаңа құрам қабылдайын деп жатыр, заң шығасын. Кім сетсе бұл заң жоқ деп жібере салады. Соны айтайын. Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Әрине жоғарыдағы ағаларымыз бағдарламамыз тыңдап отырған болса, бұл сауалдан жалпы пікірден қорытынды шығарады деп ойлаймыз. Жалпы мынау осы бұл енді жаңағы жеңіл жүрістілік қой. Мен өзім ойлаймын, бұл негізі жеңіл жүрістің басты себебі қазақтың өзінде жатыр. Жаңағы апамыз дұрыс айтып отыр. Негізі қыздың мұраты оқу емес қой. Қыздың мұраты кету. Сондықтан қызына егер бір әйелдің бір отбасын дөңгелететіндей білім берсе анасы, оған мысалы ол жоғары оқу орнында оқудың ешқандай қажеті жоқ. Көп қыздар сол жоғары оқу орнына түсеміз деп келіп түсе алмай қалып, кейіннен ауылына қайтуға ұялып, өйткені қоғамдық пікір сондай, оқымаған қыз емес деп, ол мен өлшенбейді. Қыздың қазіргі параметрін біз өзгертуіміз керек. Қыз инабатымен, иманымен, арымен өлшенеді, сөзсіз бе? Сондан егер сен қыз баланы арымен, ұятымен, инабатымен, мұсылман қызы екі нәрсе білу керек дейді. Ол бірінші тамақ пісіре білу, егер дұрыс, сосын істіге білу дейді. Сосын әлбетте ерін күту. Осы әдеп, тәлім, тәрбиені отбасында алып, ол дайындалып, сондай жақсы бір болашақ жар болатын болса, оны оқытып, кейіннен оны сондай бір оқытамыз деп осындай бір жағдайларға ұшырап атады да. Сондан әлбетте апамыз дұрыс айтып отыр. Ол жаңағы қазақ айтады ғой, қызда бір ет дейді, бапта сақта қалайда, ет бұзылса не пайда дейді. Қазіргі кезде қазақтың мен жалпы түсінбей қалдым, неге өйткені қазақ ол қалаға жіберу, былай тұрсын шетелге жіберіп жатыр қыздарын. Біз қаншама қазақтың қыздары қазір шетелде қалып жатыр. Діні жат адамдарға тұрмысқа шығып жатыр. Және ол біздің ең бір өкініштісі, бұрынғы қазақ жақсын жатқа бермейді десе, қазір қазақ қызым ағылшынға шықты, қызым неміске шықты деп тойлайтын деңгейге, масқара деңгейге жеттік. Бұл енді үлкен нәрсе. Біздің ата-бабаларымыз көрінде аунап түсіп жатыр. Өйткені қыз деген ол қыздың ары, ол елдің болашағы емес пе? Сонда біз ата-анамыз, сонда кейбір бір шешеге айтсам, сіз қызыңыз неге жат жерге берсеңіз, ол айтады, қандай айырмасы қандай, ол да адам бағасы ғой дейді. Сонда мен айтамын, сонда сіз не
9 ай 10 күн көтеріп, түн ұйқысын 4 бөліп емізіп, бүкіл қазақтың салт дәстүрін ата бабаңнан бүкіл игі қасиетін бойына беріп, сонда басқа ұлттың көсегесін көгерту үшін қызыңызды тәрбиеледіңіз бе? Сондан осы мәселелер біз ойлануымыз керек. Сонда қазіргі кездегі мына осы мұсылман болып отырған тіпті көрші өзіміздің өзбектен, көрші түркменнен неге үлгі алмаймыз мысалы. Олардың мысалы негізгі қыздарын ерте тұрмысқа береді және кішкентай кезінен бастап отбасына бейімдейді. Соған келуіміз керек. Ал ер адамды есесіне ер адамды отбасының тұлғасы мал табар қылып тәрбиелесек, онда біз сол жарасымға сонда біз келеміз ғой деп ойлаймын. Ал енді көшеде жүрген шықпаған қыздарды әрине ол абырой емес. Бізге қазақ халқына біздің қазіргі кезде әлемнің 50 еліне қатарына қосыламыз, өсеміз, өнеміз, экспо өткізіп жатырмыз, сондай жағдайда бір құмалақ бір қарамайды шірітеді дейді. Ол әрине біздің бетімізге шіркеу. Сондан әрбір қазақтың жігіті, әрбір қазақтың ағасы өзінің қарындасына ие болу керек. Бұл әрбір ру өзінің жаңағы ру, бізде рулық сана деген бар. Әлеуметтік сана, жаңағы әлеуеттік сана деген бар мысалы, біздің өзіміздің. Сондан әлбетте қызға 40 үйден тыйым. Кез келген, жаңағы дұрыс айтады апамыз, біз сенатта заң шығаруымыз керек. Кез келген қазақ, ер адам, үлкен адам қызға тыйым салуға қақысы бар деген заң шығаруымыз керек. Бұл бізде бұрын болған негізінен. А қазіргі кезде ол заң жоқ болғаннан кейін, қазір сен көшеде отырған жаңа бейбастақ жастарға сен сын пікір айтсаң, ол айтады, сен шаруаң қанша дейді. Бетінен алады. Неге? Өйткені заң жоқ. А бұрын қазақтың жазылмаған заңдары болған, ата баба дәстүріміз болған. Қызға 40 үйден тыйым, ұлға 30 үйден тыйым дейді. Сол кез келген қазақтың үлкен адамы, ол ер болсын, әйел болсын, өсіп келе жатқан жастарға нәпсісіне тыйым салуға қақысы болған. Сондан баланы қоғам өсіреді, қызды да қоғам өсіреді. Қазақтың балалары, ұлдар ұлықты, қыздар қылықты өскен. Апамыз өте дұрыс айтып отыр деп ойлаймын. Мына қыздарға байланысты айтып жатсыз ғой, жаңа мына Бұхар жыраудың 11 тілек деген толғауы бар емес пе? Сонда айтылған ғой. 6-шы тілек тілеңіз ардақтаған аяулың күнінде біреудің тегінен тегін олжа болмасқа. Яғни ол балаларға да байланысты ғой ол. Біздің қазіргі шын мәніндегі 60 бастағы орда ардақтаған аяулың күнінде біреуге тегінен тегін олжа. Біздің қыздарымыз қазір шетелге шығамыз деп тегінен тегін олжа болып отыр ғой. Индонезиялықтарға, пакистандықтарға, малайзиялықтарға, анау конголықтарға, сенегалдықтарға олжа болып жатыр, сөзсіз бе? Міне сондықтан қазақтың қазіргі негізі өспей жатқаны ұлт ретінде біз әлі мысалы сол 10 миллионның ар жақ бер жағында өспей жатырмыз, ал шын мәнінде қазіргі кездегі қандай ұлттар ұтып отыр әлемде? Саны көп ұлттар отыр. Сонда қазақ өзі айтады, сабан бол, шөп бол, қалайда көп бол дейтіні. Мысалы, көшіп отырған өзбегіміз 30 миллионға жетті. Неге? Өйткені олар қыздарын шошаңдатып отқан жоқ. Қыздарын олар ана ретінде тәрбиелеп жатыр да қатаң ұстайды, сөзсіз. А біз қазір қыздарымызды бейбастақ бетімен жібердік, сөзсіз. Сонда өспей жатырмыз. Қызға қатаң тиым болмағаннан кейін қыз ол ана бола алмайды. Ол тіпті қазір қаншама қыздар тұрмысқа да шықпаған, сөзсіз. Олардың өмірі қор болып өтіп жатыр. Олардың обалы кімге? Обалы ақылсыз ата-анаға, сөзсіз. Қызының мұратын білмеген, қызын шошаңдатып оқытып, бар жиған кредит алып оқытып, кейін қызын жат жерге беріп жатқан ата-ананың негізінен қоғамдық пікір айыптау керек, сөзсіз. Бұл тек қана ата-ананың ғана емес, жалпы қоғам айыптауымыз керек. Кез келген қазақ қызын біреу шетелге жіберсе, шетелге тұрмысқа берсе, ол бір асыл жауһарымыздан айырылғанымыз. Кеше абайларды және қандай қыздарды алып жатыр шетелдіктер? Қазақтың текті қыздарын алып жатыр ғой. Абайды тудыратын, Шәкәрімді, болашақ Майлықожа, осы Бұхар Кеңдерді тудыратын қазақтың қаншама текті қыздары шетелде қалып жатыр. Рас айтасыз, Омар аға. Бүгінгі студиямыздың қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза. Басты тақырып Бұхар жырау және қазақ отбасы. Тақырыпқа оралайық. Қазақ халқында жалпы балалардың парызы ата-ананы құрметтеу, әкеге бағыну, ата-анасын сыйлау, олардың ризалығын алу деген сияқты басты парыздары бар, Бұл тұрғыда жырау не дейді? Жырау би деп айтады.
әкесіз бала сұм жүрек дейді. Сұм жүрек деген ұғымды кіргізеді. Сұм жүрек дегеніміз негізінен мына қорқақ, бақытсыз, қоян жүректі қазақ сұм жүрек дейді. Сонда Бұхарекең айтады, әкесіз бала сұм жүрек дейді. Жиын тойға бара алмас, барса орнын ала алмас. Екі көзі жәудіреп, тұлымшағы салбырап, босағада қалар. Оның күні не болғанын мен білмеймін дейді. Әкелі бала жау жүрек, жиын тойға барады, барса орнын алады. Бітірер сенің дауыңды, қайтарар сенің жауыңды, тастан өтер жебесі дейді. Міне, әкенің тәрбиесі қандай болу керек. Сонда қазіргі кездегі әрбір қазақтың әйелі, келіншегі ажырасатын кезде ойлану керек. Менің баламның күні ертең не болады? Ертең бұл топқа кіре алмайтын, барса босағада қалатын сұм жүрек баланы тәрбиелеп шығарам ба мен ертең? Сондықтан балаға әке керек. Егер сен, қазақ айтады әгі, қолмен істеген мойынмен көтерді. Егер өзің сен ақмақтығынан, ақылсыздығынан, тексіз, сондай бір жаман мінезі бар еркекке шығып қалдың дейік. Енді сондан не істеу керек деген кезде мен өзім ойлаймын. Ол сол баланың болашағын бірінші орынға қоюымыз керек. Және мынау Алла тағала бізге сабыр берсін. Мынау жақсы әйел жаман еркекті хан қылады дейді. Ол еркек тәрбиеге көнеді. Көбінесе шыдам жоқ бізде қазіргі кезде. Бізде барлығы қазіргі кезде бір идеалды жаңағыдай мінсіз еркек талап етеді. Ол мінсіз еркек табиғатта жоқ. Оны тәрбиелеп шығаратын ол ақырын бірінші анасы тәрбиелейді. Одан кейін ақырындап Алла тағала айтады екен ғой, мен әйелге күш бермедім, бірақ қулық бердім. Сол әйел өзінің табиғи қулығын пайдалана отырып, жаңағы әке көке деп шамына тимей, намысына тимей отырып, еркегін жөнге салу керек. Сонда бала жау жүрек болып өседі. Сонда біздегі қазіргі кездегі біздің дауымызды қайтаратын, жауымызды қайтаратын балалар неге жоқ деген кезде, өйткені шынымен де әке тәрбиесін көрмей жатыр. Ардақты ағайын, бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, әуе толқынына қосайық. Сәлеметсіз бе? Алло, ассалаумағалейкум. Омар аға. Уалейкумассалам. Аман есенсіздер ма, шаршамай шалып жүрсіздер ма? Жақсымыз, рахмет. Бәрекелді. Бұл Шымкенттен ғой хабарластым. Жаңадан бері бағдарламаларын тыңдап отырмын. Бұрында қонаққа Омар ағамызға бір сұрағым бар еді. Жақсы. Жаңа әңгімесінің бір бөлігінде қариялар туралы сөз қозғалып кетті ғой. Сонда енді бала күніміз, мен бала кезім 90-шы жылдардың кезінде өтті. 90-шы жылдарды білесіздер ғой, өздеріңіз шамалы жаңағыдай қандай болған енді ол кезде қаламыз. Сол кезде біздің көзімізге қария шалдар жаңағыдай қалтасында бәкісі бар, жаңағыдай аузында салмақты сөзі бар, аяғында мәсісі бар, кәдімгі әңгімесін тыңдасаң, аузын құрып, азанға дейін тыңдап отыра беретін сондай кісілер еді. Қазір енді біз есейіп кеттік пе, жоқ әлде заман басқаша болып кетті ме, түсініксіз болып кетті. Сол қариялар қазір қайда кетті екен? Мен шынымды айтсам, осы күнге дейін осы сұрақтың жауабын таппай жүрмін. Одан кейін тағы бір сұрағым, қазір енді шыны керек уақыт өтеді, бәріміз есейіп, отбасылы болдық, бала тәрбиелеп отырмыз, жаңағыдай апаларымыз маған дейінде хабарласқан апамыз айтты, қыздарды қырық үйден тыю дейді. Шыны керек, заман қазір біртүрлі болып кетті өзі. Сұрақ көп, түсініксіз нәрселер көп. Содан кейін шамалы адамда жаңағыдай бала тәрбиесінде бір сенімсіздік пе, жоқ әлде бір қорқыныш па, бір сондай нәрсе болады. Ертең күні қандай болып кетеді. Қыз баласы әсіресе жаңағыдай енді қазақта айтады ғой, арым жанымның садақасы дейді ғой, қыз қиын нәрсе ғой, қыздың тәрбиесі. Сол себептен осы қазіргі таңда дәл қазір өсіп келе жатқан ұрпаққа, мысалы менің ұлым да қызым да бар, мысалы мектепте 1-2 класс оқиды. Соларға қалай тәрбиелейміз? Ертең мысалы оқуға кетеді, басқа болады, алаңдап мысалы қандай жолға түсіп кетті екен деген ой болмас үшін соларды қалай бір рухани кемеліне келтірсек болады? Осы жөнінде бір екі ауыз айтып кетсеңіз. Рахмет тағы хабарласқаныңызға көп. Өте жақсы сұрақ. Бала енді бауырымыз өте жақсы сұрақ қойып еді. Әрине ата-ана болғаннан алаңдайды. Бірінші сұрағына келетін болсақ, жалпы мынау ақсақалды негізі көктен іздемеу керек. Мысалы осы сөзді айтып отырған бауырымыз өзі болашақта ақсақал болуға қазірден бастап дайындалу керек. Негізінен бұл өмір адамды
мына өмір, қазақ айтады ғой, бұл дүниенің ісі о дүниеге кетпейді дейді. Жалпы мынау адам ағаш сияқты, жеміс сияқты ғой. Егер адам дұрыс тәрбиеленсе, ертең ол жеміс береді, ол ақсақалға айналады, қазынаға айналады. Егер адам дүние қуып, қыз қуып, қызық қуып, селтең етіп, өзінің қартайғанын білмей қалса, өмір оны жазалайды. Ертең ол бай-байшыл тартып бағу жоқ, жастарға жаппас шала жоқ, жат қораның күзеткен қартаң шалда сана жоқ деп айтқан санасыз шалға айналады да. Қазір сондай санасыз, сонда Құдай одан өзін сақтасын. Сондан сақтансаң Құдай сақтаймын дейді ғой. Біз қазір сақтануымыз керек. Неден? Біз әрине ақиретті ойлауымыз керек, бірақ ақиреттің алдында жақсы қартаю деген мәселе тұр қазіргі. Сондан бауырымыз өзі қазірден бастап, енді біз ешкімді кінәламаймыз. Шәкәрім айтады, алдыңғының аяғынан алмай өс дейді. Біз ешкімнің алдын аяғынан алмаймыз. Неге? Біз емес оған кесімді үкім шығаратын. Алла береді негізінен үкімін. Біз Құдай емес, біз. Сондан біздің қазір мақсатымыз мұсылман ретінде өзіміз дайындалуымыз керек. Бізге ешкім ақсақал да келіп бермейді. Сол кезіндегі сіз тамсанып отқан ақсақалдарды осы тәрбиелеген өзінің алдындағы кісілер. Сондан бәрі тәрбиеге байланысты. Мен өзім айтар едім қазіргі кездегі 50-дегі, 45-дегі жігіттерге, дайындалыңыздар ақсақал болуға. Ақсақалдық міндет ол шақалмен өлшенбейді, жаспен өлшенбейді. Ол елдің қамын ойлаумен өлшенеді. Сондан елдің қамын мойындарыңызға алыңыздар. Сонда халық сіздерді сыйлайтын болады, сонда ұлыңыз ұлықты, қызыңыз қылықты өседі. Ал ұл мен қызға тәрбие беру деген, мен сізге айтайын дегенім, қазірден бастап қызды оқытуды бірінші орынға қоймаңыздар. Айналайын менің замандастарым. Қыздың мұраты ол кету, тұрмысқа шығу, сонда оны тұрмысқа қарай бейімдеңіздер. Ұлды керісінше мал табуға бейімдеңіздер. Ұлға айту керек қазірден бастап, айналайын, мынау саған берілген күш қуат, оның бәрі мал табуға неткен. Сондан денсаулығыңды сақта, ақыл ойыңды мал табудың ғылымын меңгеруге жұмса. Сонда ертең ол бір отағасын, отбасына айналасын. Ол үшін Абайды, Шәкәрімді, Мәшһүрді, осы қазақтың бүкіл жырларындағы, батырлық жырларындағы бүкіл нәрмен сусындандырып, ер адамды ерсе тәрбиелеу керек. Қызды кешегі құртқалардың үлгісімен, еріне серік болатын, еріне ақылшы болатын, отбасының ұйытқысы болатын, сондай бір әдемі жағдай тәрбиелеуіміз керек. Ал біздің қазіргі кездегі иннама амал бинният дейді, біз ниетімізден тауып жатырмыз. Неге? Өйткені біз қазір қызымызды оқытқымыз келеді, қызымызды жарқыратып көрсеткіміз келеді, оны жарнама жасаймыз, қызымызды шетелге жібергенімізді мақтан тұтамыз. Осыны біз зардабын қазір тартып жатырмыз. Өйткені шетелден келген қыздарды көріп жүрміз. Кейіннен осы қоғамға кіре алмай, жасы өтіп кетіп, байға шыға алмай, жаңағы көк етікті кездеспей, көң етікті барғысы келмей, әрі-сәрі жаңағы мекемелердің босағасын күзетіп, мемлекеттік қызметке байланып, бала табатын, жар сүйетін, ең қызық тәтті кезеңдерін жаңағы жұмысқа жегіліп жүрген, жаңағы көк тақым болып жүрген қыздарды көріп жүрміз. Бұл обал. Неге? Ұлтқа обал да. Неге? Өйткені әрбір ұлттың өкілі, әрбір ұлттың қызы өзінің міндетін атқармаса, бұл зардап ол біздің бәрімізге тиеді. Қоғамға тиеді. Ұрпақ өспейді, сөз ең бастысы. Хабарласқан тыңдаушы бар екен, бірден сауалдарын тыңдасақ, қысқа әрі нұсқа жауап беруге тырыссақ. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз аға. Сауалыңыз жолдай беріңіз. Әр баста бір қиял дейді, бәрі дұрыс айтып отыр енді. Мен енді бір еңбек дейін ма қалай, сондай сол арқылы мен өзім ойымды білдіргім келіп отыр. Жақсы. Әлі тыңдап отырсыз ба? Иә, тыңдап отырмыз. Иә, біз анау халқымызды осы алашың зерт тұрып алмастың арасында жаңағы қара өлең деп айтуға болады ма? Иә. Жақсы әйел, сосын жаман әйел. Таразының қос табағы, адамзаттың қас қабағы. Bir жағында тас бар, bir жағында ас бар. Жаза бассаң тастан жарылатын бас бар дейді. Қос иықта да екі періште болады дейді. Біреу жақсы, біреу жаман жазады. Сол сияқты жақсы жаман айтқым келіп отыр. Жақсы әйелдің қылығы, шын асылдың сынығы, жақсы әйел күнмен тең, басылмайтын қызы от, жақсы болса алғаның бұл дүниенің қызығы. Жаман еркекті түзетеді, қыс көктем жаз күзетеді, бала санын үдетеді, түн ұйқысын төрт беріп, балаларын күзетеді. Күн серігі ай боласыз, көктем түскен жай боласыз, қысыр емген тай боласыз, жақсы әйелдің арқасында төрттілікке бай боласыз. Қолыңызға құс қонады, жолыңызға құт қонады, уәдеңіз нық
болады, айтқаныңыз құп болады. Жақсы елмен өміріңіз аққудайын жұп болады. Жаман айтса жақ жоқ дейді. Енді жаман айтайын, арайына қайтайын. Жаман әйелдің қылығы шығып жатар былығы. Ол әйелдің бұзығы бұзықтыққа келгенде ұзын болар құрығы. Жақсы еркекті жүдетеді, күйеуіне түлетеді, әркімдегі түнетеді, жылауменен күнетеді, сынауменен жүлетеді. Көргендері азап болады, негізгі қорегі арақ болады, бала шағасы аштан өсін бар сатқанын араққа шарап қылады. Құмар болар өсекке, сыңар болар есекке. Есектерді кәдірлеп шақырады кесекке. Азанда ерте тұрмайды, беті қолды жумайды, есектен де садаға кет, ондай ел тумайды. Мінезі де ит болады, үсті басы бит болады, мұндайлардың кесепаты қыр кесекке жүк болады. Өлең деткен асықпай, көңіл күйді жасытпай. Осыны айтқан бауырым Мақұлбекұлы Көшікбай, рахмет. Көп рахмет. Біздің тұрақты тыңдарманымыз әрдайым хабарласып осылай өлімдетіп пікір білдіреді. Қазынамыз. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар ма екен? Жоқ екен. Ендеше біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық аға. Ана 11 тілек деген жағы қариялар туралы айтып жатырмыз. 9-шы тілек тілеңіз, түріңіз тақтан таймасқа. 90-дағы қарт бабаң топқа жаяу бармасқа. Бәрекелді. Көрген елдің баласы негізі қариясын жаяу қалдырмасы анық. Осы тұрғыда айтып бұл жерде мына төре деген сөз былай. Төре деген сөз негізі билік деген сөз. Төреңіз тақтан таймасқа дегеніміз мына негізі мемлекет деген нәрсе ол әділ билік арқылы жүзеге асады. Сондан Ақтанберді бабамыз айтады ғой. Қас жақсыға екі даугер жүгінсе, тізесін қисық бұрмаса асылдығы білінер дейді. Сонда мынау біздің негізгі жаңағы айтып отырған неміз осы төрелер туралы айтып отырмыз, төрелік айтып отырмыз. Сонда Бұқар жырау айтады кімге, Абылай ханға. Ей Абылай, қатын алма қарадан дейді. Қара тумас сарадан. Сара деген таңдаулы, іріктеу. Қатын алма қарадан, қара тумас сарадан. Қатын алсаң қарадан, алды кетпес бағадан, арты кетпес шаладан. Қатын алма төреден, төре берер ұл туса, аузы кетпес парадан дейді. Сонда қарасаңыздар, осы тағы бір парасы осы, ол әділ билік айтатын адам дүниеге әкелу ғой. Сонда мынау қан айналымы дейді, қан жаңғырту дейді. Сонда мынау Бұқар екен осы Абылайға айтып отыр ғой. Отының болсын жан тақтан, отының болсын жан тақтан, қосының болсын қазақтан, қатының болсын қалмақтан. 8 ғир шар тарап, 4 қолаңды түгендеп, төрінде жатып салмақтан дейді. Сонда кейіннен мынау осы төре беретін ол қазіргі бізге ең бастысы мына аузы парадан кетпейтін, елдің қамын ойламайтын ұлдар қайдан пайда болды деген кезде осы тексіздіктен пайда болады екен ғой. Сонда Бұқар жырау айтып отыр ғой. Қалмақтан алсан махи бір зайып, сүйегіңді жоғалтпас дейді. Сонда ағар дария су көшпес дейді. Сонда не? Мынау алатын әйеліңнің дейді, қаны терең болсын дейді. Оның тереңдігі сондай, оны кешіп өте алмайсың дейді. Сонда кімнің несі бар ғой? Біздің Асан Қайғының батасы бар ғой. Сонда Асан Қайғы айтады ғой. Ұлдарың басты болсын, қыздарың шашты болсын, азаматтарың атты болсын. Қыздарының емшегі найза тисе өте алмайтын қатты болсын. Қатындарың қанды кесін, қара бура санды кесін дейді. Сонда мынау қазіргі кезде біз егер шынмендегі ел боламыз десек, осы қан философиясына қайтып ораламыз керек. Тектілік. Қан деген ол тектілік. Сонда мынау қаны бұзылған, қаны сұйылған, қаны қарайған деген көптеген ұғымдар бар. Солардың ішіндегі ең бастысы біз қазіргі кезде мына баламызды үйленетін кезде мына жеті атаны сақтауымыз керек міндетті түрде. Және қызды ұзату керек. Ұзату дегеніміз не? Қазақ айтады екен, қызыңды ұзат дейді. Яғни жеті өзеннен асырып ұзату керек. Қыз өріс сөз. Неге? Мынау қанды араластырмау үшін. Ал қазіргі кезде көп байқап отырмыз, мына кейбір отырықшы елдер сияқты ауылдағы қол жететін ауылдағы адамдар, туысқандар, немерелер, бір ауылдың адамдары бір-бірін жаңағыдай тұрмыс қыздарын алып атады. Бұл дәстүрге дәстүрге қарама-қайшы нәрсе, алыстан алу керек. Енді екінші бір айтатын нәрсе, мына осы Бұқар екен айтып отыр. Жалғыз туған жігіттен сырым тікен тал артық дейді. Қазіргі кезде мынау баланың санын көбейту керек. Неге? Өйткені Бұқар жырау айтып отыр. Жалғыз туған жігіттен дейді,
анау тікен тал бар ғой, мына оңтүстікте өседі. Қасынан өтіп бара жатсаң, тікен мыңдаған тікен сені ұстап жібермей қалады да. Күш қуат дейді да ол. Сонда Бұхар әкең айтады, жалғыз туған жігіттен сырым тікен тал артық. Сосын Бұхар әкең айтады, иә, баласы жоқ қатыннан лақтаған ешкі артық дейді. Сондан өте ауыр сөз, бірақ осыны біз ескеруіміз керек. Қазіргі кездегі біздің санамыз өзгеру үшін осы алтын қағидаларды біз санамызға құйып алуымыз керек қой деп ойлаймын. Рахмет аға, студиямызға келгеніңізге. Бүгінгі бағдарламамыздың дыбысын қадағалап әнмен әлеген әріптесім Жатыра Сардарбек қызы, микрофон алдында Ақбота Қанайқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза болатын. Ардақты ағайын, Шалқар ұлттық радиосы әр шаңырақта қосылу болсын.